Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін ішек қарыннан қуырдақ дайындайтын боламын. Ең алдымен ішек қарынды тазалап алғасын міндетті түрде бір қайнатып аламыз. Қанша уақыт қайнайтыны ол малдың жасына тікелей байланысты. Кәрі мал болса кішкене ұзақтау қайнайтын болады. Мен бұл жерде ішек қарынды қайнатып дайындап алғанмын. Сүзіп алып тураймыз ұсақтап. Қызып тұрған майға салып асықпай 15-20 минут қуырып аламыз. Жиырма минут өткесін пиязды жіңішке етіп турап саламыз. Және де лавровый лист салдым, приправа, тұз салдым. Сосын бір үлкен қызанақты алып, турап, оны саламыз. Үстіне аздап жарты стакандай су құямыз. Чеснокты ұсақтап турап саламыз. Құрметті көрермендер, мына жерде 1,5 сағат қайнап болғаннан кейін үстіне картошка салып, және 20 минут пісіріп аламыз. Қуырдағымыз дайын. Видеоны ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.